Ажырасуу дінде Құдайдың рұқсат берген нәрселердің ішіндегі ең жағымсызы ол ажырасу деген. Сондықтан да қазақ айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Сондықтан да кейбір қиыншылықтарға төтеп беретін болсаңыз, ертеңгі жақсылықтарға алып барады. Сондықтан да баланың жетім қалмау үшін, әйеліңіздің жесір қалмау үшін кейбір мінездеріне төзуге тура келеді, кейбір мінездерін уақыт өте түзетуге тура келеді. Сондықтан да мен әрқашанда отбасының сақталуы жағындамын. Енді бас жарылып көз шығып, жаңағыдай бітіспейтін сөз айтылып жататын болса, әрине олардан да азаматтарды ұстап тұру қиын. Десе де, енді ондай жағдай болмаған болса, кішкентай бір нәрсені сылтауратып ажырасуға талпыныс жасамау керек, сылтау қылмау керек. Өмірде қиыншылық болады. Біздің аталарымыз, апаларымыз өмір сүрген заман біздің заманымыздан да өте ауыр болған. Олар да ондаған балаларын тәрбиелеп, отпен суға түсірмей өсірген. Сондықтан да қазіргі біздің заманымызда әлдеқайда көп жеңілдіктер бар деп ойлаймын. Сондықтан да кішігірім болып қалған қиыншылықтарға, кішігірім болып қалған жатқан пікірталастарға, кішігірім мінездің сәйкеспеушіліктеріне біз төзімділікпен қарап отбасын сақтауымыз керек. Бұл отбасы тек қана отбасы емес, бұл мемлекеттің іргесі. Отан отбасынан басталады. Бұл балалардың болашағы, бұл балалардың психологиясы, тәрбиесі. Сондықтан екі жақта осыған жауапкершілікпен қарап, бірден бел шешіп кіріскеннен кейін тәуекел деп ант су ішіп, некені су дейді ғой, соны ішіп некені қиғаннан кейін барынша бірге болуға тырысу керек деп мен ойлаймын.